Неше жылдық тәжірибеден кейін балаға қандай тапсырма беру керек? Деңгейіне қарай тапсырма беру керек. Бастауыш сыныпта ең басты ол баланың баспалдағы бастауыш сынып деген. Сол баспалдағы дұрыс қаланса, дұрыс қадам басса, ары қарай дамуы да, өсуі де, зейіні де ары қарай тез дамып кетеді. Балаға дұрыс бағыт беру керек. Сол үшін тағы да бір кітап құрастырып шықтым. Бұл жерде сандар тани отырып, балалар сандарды салыстырады. Сандарды салыстыруға арналған түрлі тапсырмалар бар. Бұның ішінде өте көп тапсырмалар. Сол тапсырмаларды орындайды. Үлкен, кіші, тең белгілерін қойып, теңдіктермен танысады. Одан кейін қазір көп балалар, мысалы, баланың деңгейінде ойлау дегеніміз, ол баланың өз деңгейіне сай тапсырма беру керек балаға. Мысалға, мына жерде математикада түрлі түстер және пішіндерді тану білу маңызды. Бұл жерде әртүрлі пішінде берілген. Сол пішіндерді ажырата білу үшін балалар мынау пішіндердің бәрін түстеріне қарай бояп шығады. Бұнда бала зейінін арттырады, есте сақтау қабілетін арттырады. Қай түс қандай түске боялған, қай жерде тұр, сәйкестендіру арқылы да өзіне тағы бір тапсырма қосып орындаса болады. Енді бұл жерде тек қана математика кірмейді, көркем жазу да кіреді. Қалайша? Бұнда балалар мыналарды шетіне шығармай бояп, есептерді шығаратын болса, мысалға, шетіне шығармай бояу дегеніміз баланың көркем жазуын да дамытады. Ұқыптылыққа, тәртіпке үйретеді. Осылай есептерді теңдік арқылы шығармай, мына жердегі түстер арқылы бояп, керемет сурет құрастырып шығуға болады. Осылай қызықты математикаға балаларды бейімдеп қызықтыра аласыздар. Бұл жерде бір ғана сурет емес, неше түрлі суреттер берілген. Сол суреттерді өздері есеп шығарып, құрастырып, неше түрлі суреттер шығара алады. Баланың қиялына беріліп, мысалға, керемет сурет құрастырып шығуға болады өздері. Түстерге қарай бояп, бұл көріп отырғандай бір сурет қайталанбайды, әртүрлі суреттер құрастырылған. Бұнда қосымша есептермен берілген. Қосу және алу, тез есептеп үйренуге дағдыланады. Егер де тапсырыс берем десеңіздер, жекеме жаза беріңіздер. Сау болыңыздар.